Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақта сөздердің дұрыс оқылуының екінші бөлімі тион, сион, сиан деген сияқты сөздер негізі қалай дұрыс оқылатынын білетін боламыз. Ағылшын тілін нөлден бастап үйренгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп алыңыз. Достар, ағылшын тілін енді үйреніп жатқандықтан біз көп деген сөздердің дұрыс оқылуын білмей жатамыз да, тион деген сөзді қалай бар солай оқып кетеміз. Бұл шындық. Енді қараңыздар, жаттап алыңыздар. Тион мүлдем олай оқылмайды. Шын деп оқылады. Шын. Менімен бірге қайталап оқып отырыңыздар. Station, intention, nation, sensation, demonstration, declaration, presentation, population, revolution. Яғни шын деп оқимыз. Келесі төрт әріпте ешқандай да сиан немесе тиан деп оқылмайды, шын деп оқылады. Musician, physician, pediatrician, politician, academician. Келесі төрт әріп бізде сион, егер де дауыссыздан кейін келетін болса, шын деп оқылады. Passion, pension, session, tension. Егер дауыстыдан кейін келетін болса, шын деп оқимыз. Vision, division, decision, invasion. Түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Келесі төрт әріп мүлдем туре деп оқылмайды. Ча деп оқимыз. Ча. Literature, nature, future, feature, picture, mixture, texture, furniture. Келесі төрт әріп бізде суре емес, жа. Жа. Pleasure, treasure, measure, leisure. Және и, әй әріптері е деп оқылады. Тағы бір рет менімен бірге оқып көріңіздер. Pleasure, treasure, measure, leisure. Келесі үш әріп ос деп оқылмайды. As. As. Precious, famous, courageous, dangerous, generous, nervous, gracious, anonymous. Және де достар, бізде әй, әл әріптерінің дыбысталуы негізі ол болады. Көбінесе шатасамыз ал деп оқып, ол деп қана оқимыз. Ball, small, tall, wall, call, fall. Ешқандай да ал емес, ол. Сонымен қатар WH әріптері қалай оқылады? Егер WH әріпінен кейін O әрпі келетін болса, Х деп оқылады. Who, whom, whose, who. Егер WH әрпінен кейін дауысты әріптер келетін болса, U деп оқылады. Х оқылмайды. What, when, will, why. Және де WR әріптері бірге келсе, сөздің басында W оқылмайды. Тек қана R-дан бастап оқылады. Right, rob, wrong, wreck. Және WA әріпі бірге O деп оқылады. Warm, watch, want, war, was. Достар, бүгінгі сабақ пайдалы болды деп ойлаймын сіздер үшін. Осындай пайдалы сабақтар жіберіп алмас үшін мен каналыма тіркеліп кетіңіз. Сабақ ұнаса комментария жазып, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған English with Aray. Goodbye.